Сен тәкаппарландың ба, әлде сен асқақтағандардансың ба? Сонда қараңыздар, іблістің іші ашылды. Бағана айтты ғой, іштеріңде жасырып тұрған нәрсені де білем деп. Іш ашылды да. Енді әлемдердің Раббысының алдында үйтіп сөйлеу, қарап тұрсаңыз болмайды. Мысалы, бізде жерде кейде сөйлеп қаламыз ғой, неше түрлі сөздер бар да. Сонда мына сөзді айтқан ғой. Ана хойрун минху. Қараңыз. Не бөгеді сені оған сәжде жасаудан? Сондағы сөз, мен одан артықпын. Қараңыздар. Мен одан хайырлымын. Немен мақтанды десеңіз, тегімен мақтанды да. Тегі от еді ғой. Адамның тегі алейхиссалам топырақ еді да. Сонда қараңыздар. Холақтан әмен нәрин. Сен мені оттан жараттың. Ва холақтаху мин тин. Ал оны балшықтан жараттың. Мен артықпын деді. Мен хайырлымын. От топырақтан хайырлы деген нәрселер айтылды жерде. Текпен мақтану бар ма бізде? Шайтанның мектебі, құрмет жамағат. Одан басқаның мектебі емес ол. Текпен мақтану ол шайтанның мектебі да. Міне қараңыз қандай нәрселер. Иннама акрамакум индаллахи атқакум дейді. Қазақ па, ұйғыр ма, өзбек па, қай ұлт? Бәрің Алла тағаланың алдында білдейсіңдер, сұрақта, жауапта, бұйрықта түгел. Ең ардақтыларың, ең тақуаларың дейді, болды. Тек тақуалықпен ғана Алла тағала көтереді екен өзіне қарай дәрежеде. Басқа нәрсе ойнамайды. Бір хадисінде пайғамбарымыз салсам айтады: "Мән бата амалуху", пайғамбарымыз мен әкелген әмірлерді орындаудан кімнің амалы кешіксе дейді, баяуласа, тегімен озалмайды дейді. Ләм юсри лаху насабуху. Ол тегімен озалмайды дейді Аллаға қарай. Қараңыз. Ол тек деген, ол сынақ үшін жаралған нәрсе екен да. Тегің сынақ өзіңе. Қараңыз. Ақылың өзіңе сынақ. Бейнең өзіңе сынақ. Мақтанасың ба, жоқ сәждеге қоясың ба? Білімің ол да сынақ. Әрбір салиқалы амал қосып атқан, оның өзі сынақ. Мысалы, Джин сүресінде Алла тағала айтады: "Ва аллау истақому аля тариқати". Егер де адамдар тура жолға қарай түзелсе дейді, қараңыздар, "Ла асқойнакум маан ғадақа". Біз оларға мол ризықты жіберер едік дейді. Енді қараңыз, тура жолға түзелгенің үшін Алланың қалауымен мол ризық беріледі. Иә? Енді қараңыз, бұл мол ризықты линафтинахум фи, оларды сынау үшін жібереміз дейді. Мен жақсы болғаннан кейін кеп жатыр ғой деп айтам екен. Егер олай айтылса, бітті деген сөз түгел нәрсе. Күшің артық па? Білімің артық па? Ақылың артық па? Малың артық па? Тегің артық па? Өз ойыңдағыдай. Бұның барлығы артық берілген нәрсе, құрмет жамағат. Қиямет күні артық сұралу үшін ғана берілген. Одан басқа артықшылық жоқ ол жерде. Сондықтан жаңағы періштелерді көрмедіңіздер ме? Қаншама ғибадат, құлшылық жасап келеткен періштелер, Раббылары құла деген кезде. Міне, салиқалы амалдың жемісі қандай да? Құлай салды да. Ал біреу солармен бірге қанша құлшылық жасап келеді да, тікірейіп тұрып қалды ана жерде. Мен хайырлымын деген сөзді айтты. Мен артықпын деген сөз адамды құртатын нәрсе екен, құрмет жамағат. Сонда Алла тағала шешім